Включили вы запись? Что-то у меня не выскакивает. Запись. Постық. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сегодня у нас трансляция передового педагогического опыта, который был утвержден на областном экспертном совете. Это методические рекомендации, когнитивтік дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы. Представят вам педагоги-психологи города Караганды. Это Аханова Маржан Тлеубековна, педагог-психолог детского сада Гаухар, и Адамбекова Маржанкуль Шакеновна, педагог-психолог санаторного детского сада Батыр. Әріптестер, сендерге сөз. Әріптестер, камераны қосыңдаршы. Балауса, Мөлдіркөл, Бұқар-Жырау сият. Қосыңдар камераны. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Озық педагогикалық тәжірибені тарату және енгізу туралы облыстық сараптама кеңесінің отырысында қаралып, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында авторлық материалдар негізінде тәжірибені тарату ұсынылған. Соны негізге ала отырып, сіздерге өз авторлық бағдарламамызды ұсынбақпыз. Маржан Тлеубековна не болды? Қазір кене етпей жатыр, техникалық ақаулар. Болыңдар. Когнитивтік дағдыларды дамытуға бағытталған. Слайд қайда? Слайд жоқ. Жатыр қазір. Айгерім Тлеукабылова, Машхур Жүсіп мектебі, камераны қосыңдар. Аяла детский сад. Почему без камер сидим? Не болды сендерге? Маржанкүл? Когнитивті дағдыларды дамытуға Слайд қайда, Маржан? Көрініп тұрған жоқ па, жібердім? Жоқ, слайд жоқ. Вот, теперь что-то грузится. Болды, ага, давайте на весь этот экран. Когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы әдістемелік құрал. Қарағанды қаласы педагог-психологтері Гаухар Бөбекжайының педагог-психологы Аханова Маржан Тлеубековна, Бақыт Бөбекжайы педагог-психологы Адамбекова Маржанкүл Шакеновна. Әдістемелік құралдың негізгі құқықтық негіздері. Бұл әдістемелік құрал Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру саласын реттейтін негізгі нормативтік құқықтық құжаттар мен мемлекеттік стандарттарға толық сәйкес әзірленді. Бірінші білім заңы туралы, яғни баланың жан-жақты дамуын, танымдық және жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруды заңды түрде қамтамасыз етеді. Мемлекеттік стандарт, яғни мектепке дейінгі ұйымдардағы білім мазмұнын, күтілетін нәтижелерді, танымдық және зияткерлік дағдыларды айқындайды. Үлгілік оқу бағдарламасы бойынша оқу іс-әрекетінің бағыттарын, жас ерекшеліктеріне сай педагогикалық міндеттерді жүзеге асыруды реттейді.
Когнитивтік дамудың ғылыми негіздері. Яғни әдістемелік құрал, заманауи нейропсихологиялық зерттеулер және отандық ғалымдардың әдістемелік еңбектерінің синергиясына негізделген. Бірінші Беделидің жұмыс жады, яғни есте сақтаудың құрылымдық жүйелерін нақтылап, ақпаратты сақтау мен өңдеу механизмдерін ашады. Фишердің динамикалық когнитив, яғни танымдық даму, баланың ішкі әлеуеті мен сыртқы қоршаған орта талаптарының өзара белсенді байланысына тәуелді. Отандық ғылыми мектеп, яғни Төлегенованың, Алданбергенованың, Темірбекованың еңбектеріндегі сенсорлық және логикалық ойлау ерекшеліктері негізге алынды. Цифрлық дәуірде балалардың зейінін тұрақтандыру және логикалық дамыту дарынды балалардың дамуында ерекше мәселелер туындап отыр. Себебі гаджеттер мен қысқа видеолар, яғни TikTok ақпаратты тым тез қабылдауды үйретеді. Яғни ол баланың ұзақ уақыт бір нәрсеге назар аударуын қиындатады. Бірінші өзектілігі, қазіргі балалардағы зейін тапшылығы мен когнитивтік икемділікті дамытудың қажеттілігі болып табылады. Жаңашылдығы, ойындардың тек көңіл көтеру емес, нақты когнитивтік функцияларды нейропсихологиялық жаттығулар дамытуға бағытталуы. Негізгі мақсаты балалардың танымдық процестерін, зейін, ес, ойлау және қабылдау, ойын арқылы жаңа деңгейге көтеру. Міндеттері: зейіннің тұрақтылығы мен ауысуын дамыту, қабылдаудың дәлдігін, талдау және синтез жасау қабілетін қалыптастыру, есте сақтау тәсілдерін меңгертуді жүйелеу, ойлау операцияларын дамыту, шығармашылық қиялды белсендіру, ойынды танымдық іс-әрекетке бағыттау. Күтілетін нәтижелер: зейіннің тұрақтылығы мен ауысуы дамиды. Яғни балалардың қабылдаудың дәлдігі, талдау және синтез жасау қабілеті қалыптаса бастайды. Есте сақтауы дамиды. Логикалық ойлау операциялары дами бастайды. Шығармашылық қиялы белсендіріледі. Ойынды танымдық іс-әрекетке бағыттай біледі. Яғни когнитивтік дағдылар дегеніміз не? Яғни бұл ойлау кезінде балалардың мәселені талдау және шешу қабілеті. Есте сақтау, яғни бұл ақпаратты қабылдау және сақтау. Зейін, назарды шоғырландыру, қиял, шығармашылық және жаңашылдық. Когнитивті дағдылар, яғни ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау және қиял сияқты танымдық процестердің жиынтығы болып табылады. Бұл дағдылар мектептегі оқу қызметіне дайындықтың негізін қалайды. Когнитивтік дағдыларды дамыту неге қажет? Неліктен олар маңызды? Себебі мектепке дайындық, балалардың оқуға деген дайындығы, икемділік, өзгермелі жағдайлар жылдам бейімделуге балаларды үйретеді. Шығармашылық тұлға, дербес ойлайтын, шығармашыл, жеке тұлғаны қалыптастырады. Когнитивті дағдылар, яғни балалардың ойлау, есте сақтау, зейін қою, қабылдау, сөйлеу және мәселені шешу қабілеттері. Бұл дағдылар баланы жан-жақты дамуына негіз болады. Когнитивті дағдыларды дамытудың маңызы, яғни зейінді артады,
Бала тапсырманы тыңдап, соңына дейін орындауға үйренеді. Есте сақтауы жақсарады. Ақпаратты тез қабылдап, есте сақтайды. Ойлау қабілетін дамытады. Салыстыру және талдау, қорытынды жасау дағдылары қалыптаса бастайды. Сөйлеу, яғни тілін жетілдіреді. Сөздік қоры молайып, өз ойын еркін жеткізеді. Қиял мен шығармашылықты дамытады. Жаңа идея ойлап табуға балаларды үйренеді. Оқу әрекетіне дайындайды. Мектептегі тапсырмаларды жеңіл меңгеруге көмегін тигізеді. Қарым-қатынас дағдылары қалыптасады. Балалармен және ересектермен дұрыс байланыс орнатады. Когнитивті дағдыларды дамыту, яғни баланың интеллектуалдық, эмоционалдық және әлеуметтік дамуының маңызды бөлігі. Ерте жастан дамытылған когнитивті қабілеттер баланың болашақты оқу жетістігі мен өмірге бейімделуіне оң әсер етеді. Яғни 5 жастағы балалардың қоршаған ортаны белсенді танып білуіне қажетті психикалық функциялардың өзара байланысты құрылымы. Бірінші назар, яғни бұл фокус пен бақылау. Қабылдау, сенсорлық мәліметтер білу. Жад, яғни есте сақтау, ақпараттарды сақтай білу. Ойлау, яғни логика мен талдау. Қиял, баланың шығармашылық пен ойын арқылы қиялдай білуі. Тиімділігі мен нәтижелері. Қазіргі білім беру жүйесінде баланың интеллектуалдық дамуын ескере отырып, когнитивтік процестерді жүйелі қалыптастыру ерекше маңызға ие. Интеллектінің негізі. Бала интеллектісінің 70% 5 жасқа дейінгі кезеңде қалыптасады. Когнитивтік даму мектептегі сәтті оқудың іргетасы болып табылады. Интеллекттің негізі 70% құрайды. Жаңа тәсілдер. Нейробикалық ойындар. Яғни когнитивті даму мен адамгершілік тәрбиені кіріктіре білу. Жүйелі мониторинг, яғни тәжірибелік, диагностикалық және бақылау құралдарының бір тұтастығы. Құндылықтарға бағытталу. Адал азамат тұжырымдамасы аясында ұлттық құндылықтарды ойға сіңіре білу. Келесі кезек әріптесіме беремін. Когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағының тиімділігін анықтау мақсатында мониторинг жүргізілді. Бұл мониторингтің міндеттері, мониторинг жүргізгендегі біздің алға қойған міндеттеріміз: балалардың бастапқы когнитивті даму деңгейін анықтау, ойындар барысында танымдық белсенділіктің өзгеруін бақылау, әр когнитивті дағды бойынша даму динамикасын талдау, ойындар жинағының түзету дамыту әсерін анықтау, педагогтерге, тәрбиешілерге, психолог жұмысына әдістемелік ұсыныстар беру. Когнитивті дағдыларды дамытуға арналған ойындар жинағы балалардың зейінін, есте сақтауын, қабылдауын, ойлауын, сөйлеуін және танымдық белсенділігін дамыту мақсатында жүйелі түрде қолданылды. Жыл бойы жүргізілген дамытушы ойындар мен жаттығулар нәтижесінде балалардың танымдық процестерінде оң өзгерістер байқалды. Жыл басындағы мониторингтің нәтижесі. Жыл басында жүргізілген бақылау барысында балалардың көпшілігінде зейіннің тұрақсыздығы, тапсырманы соңына дейін орындауда қиындықтар, есте сақтау көлемінің төмендігі, заттарды салыстыру мен жалпылауда қиналу, логикалық ойлау әрекеттерінің жеткіліксіздігі, қабылдау жылдамдығының баяулығы байқалды. Кейбір балалар ойын шартын түсіну үшін қосымша көмек пен қайталауды қажет етті.
тапсырмалар орындау кезінде алаңдаушылық, тез шаршау және қызығушылықтың тұрақсыздығы көрінді. Ал жыл соңындағы мониторингтің нәтижесі когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындарды жүйелі қолданудың нәтижесінде балалардың даму деңгейінде айтарлықтай оң динамика анықталды. Балалар тапсырманы мұқият тыңдап, нұсқауды дұрыс орындай бастады. Зейіндерін ұзақ уақыт шоғырландыра алды. Есте сақтау қабілеттері жақсарып, суреттерді және қимылдарды тезірек есте сақтайтын болды. Заттарды салыстыру, топтастыру, жалпылау дағдылары дамыды. Логикалық тапсырмаларды өз бетінше орындауға қызығушылық танытты. Ойлау жылдамдығы мен танымдық белсенділігі артты. Қабылдау дәлдігі жақсарып, түстерді, пішіндерді, кеңістіктегі орналасуды дұрыс ажырататын деңгейге жетті. Балалардың ойынға деген қызығушылықтары артып, бірлескен әрекетке белсенді қатыса бастады. Өз ойларын жеткізу, сұрақтарға жауап беру және шығармашылық тапсырмаларды орындау сапасы жоғарылады. Жыл басы мен жыл соңындағы мониторинг нәтижелерін салыстыру барысында когнитивті дағдылардың барлық бағыттары бойынша оң өсу динамикасы байқалды. Әсіресе зейін тұрақтылығы, көру және есту арқылы есте сақтау, логикалық ойлау, қабылдау дәлдігі, танымдық белсенділік деңгейі айқын өсті. Жүргізілген ойындар жинағы балалардың танымдық процестерін дамытуға ықпал етіп, мектепке психологиялық дайындығын арттырды. Когнитивті дағдыларды дамытуға арналған ойындар балалардың интеллектуалдық және психикалық дамуына жағымды әсер етті. Жүйелі ұйымдастырылған ойын әрекеті балалардың оқу әрекетіне қызығушылықтарын арттырып, өз бетінше ойлау, есте сақтау және зейін қою қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік берді. Бес жастағы балалардың зейінін тұрақтандыру және логикасын дамытудағы мәселелер мен шешімдер. Негізгі мәселелер: клиптік ойлау, яғни балаларды ақпаратты қысқа әрі бейнелер арқылы қабылдауға дағдыланады. Салдарынан кітап тыңдау, ұзақ ойлануды қажет ететін тапсырмалар орындау қиынға соғады. Дайындық, яғни гиперстимуляция. Телефондағы ойындар мен мультфильмдер баланың миына дайын, қызықты дүниені тез береді. Одан кейін қарапайым өмірдегі логикалық тапсырмалар мен текшелер жинау балаға іш пыстырарлық болып көрінеді. Зейінді тұрақтандыру жолдары: экран уақытын шектеу, 5-6 жастағы балаларға гаджеттерді күніне 1 сағаттан артық бермеу. Өйткені экран алдында көп отыру мидың зейінге жауапты бөліктерінің дамуын тежейді. Мұқият тыңдау ойындары баланы қоршаған ортадағы дыбыстарға мән беруге үйрету. Мысалы, қазір көзіңді жұмып, сырттан қандай 3 дыбыс естілгенін айтып берші. Бір уақытта бір іс, яғни бала сурет салып жатқанда немесе тамақ ішіп отырғанда артында теледидар қосулы тұрмауы керек. Фоналық шу зейінді шашыратады. Яғни ойын дамудың кілті. Ойын бұл баланың дамудың кілті. Қазір сіздермен бейнеролик ойын барысымен балалардың эмоциясы түсірілген қысқаша видео ролик тамашалаңыздар.
Beyinde дамуға бағытталған логикалық ойын бейінді дамытуға бағытталған методикалық бұйымдар. Ойын аты, құлақ, қол. Мақсаты. Бейінді құрастырылды. Ойын. Пластик. Пластик. Давайте поставим флаг. Пол. Флаг. Пол. Енің дыбысы естілгенін естіңдер ма? Сендерге осы естілгені логикалық ойын жаттығулары ұнады ма? Рахмет, балалар. Артқа қарай, жоғары, төмен, қарай, өлшемдер қарай. Оң айналайын, оңға. Солға. Көппе. Алға қарай. Ойлау және логикалық қабілеттердің әсері. Нейробикалық ойындар, яғни баланы салыстыруға, талдауға, қорытынды жасауға жетелейді. Ойын кезінде бала заңдылықты табады. Себеп салдардың байланыстарды анықтайды. Қарапайым логикалық шешімдер қабылдайды. Бұл баланың интеллектуалдық икемділігін дамытады. Келесі тамашалайтындарыңыз ми жартышарларының байланысы.
Олай болса балалар иди жақтауын олай болса балалар İçeride sakalına ben uyduğunda var içine. Yapışa var. Oyun. O. O. İki yapışa. Yedi. O. Yedi cümle. Yedi cümle. Yedi o. Oyun şartı. Bir aydan size. O konu için o konu yapıldı. O konu yapıldı. O. Ми жартышарларының өзара байланыста әсері. Яғни қиылысты қозғалыстармен екі қолды қатар қолдану арқылы орындалатын нейробикалық ойындар оң және сол ми жартышарларының үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл, яғни ақпаратты өңдеу жылдамдығын арттырады. Сөйлеу мен қиял координациясын жақсартады. Оқу әрекетіне психологиялық дайындықты күшейтеді.
5-6 жастағы балалардың логикасын дамыту, ойлау қабілеті белсенді дамитын маңызды кезең. Бұл жаста балалар заттарды салыстырып, талдап, себеп-салдарлық байланыстарын түсіне бастайды. Логикалық ойлау баланың мектепке дайындығында ерекше орын алады. Сондықтан осы кезеңде логиканы дамытуға арналған түрлі әдістер мен ойындарды қолдану өте маңызды. Логика дегеніміз адамның ойлау, салыстыру, талдау, қорытынды жасау қабілеті. Баланың логикалық ойлауы дамыған сайын тапсырманы тез түсінеді, есте сақтау қабілеті артады, өз ойын дұрыс жеткізеді, мәселені шешуге үйренеді, математика мен оқу әрекеттерін жақсы меңгереді. Логиканы дамытудың бірнеше әдістері бар. Бірінші әдіс ойын арқылы дамыту. Мектепке дейінгі жаста ойын негізгі әрекет түрі. Сондықтан логиканы дамытуда ойын әдісі өте тиімді. Мысал, әртүрлі ойындарға мысал келтіре кетсек, артығын тап, жұбын тап, не өзгерді, лабиринт, пазлдар құрастыру. Бұл ойындар баланың салыстыру, талдау, есте сақтау, зейін қою қабілеттерін дамытады. Екінші әдіс ол сұрақ-жауап. Балаларға ойландыратын сұрақтар қою арқылы олардың логикалық ойлауын дамытуға болады. Мысалы, қар неге ериді? Құстар неге ұшады? Егер жаңбыр жаумаса, не болады? Осындай сұрақтар қою арқылы баланың логикасын дамытуға болады. Бұл сұрақтар арқылы балалар ойланып, өз ойларын жеткізеді. Бұл әдіс ой қорытуға, себеп салдарын түсінуге, өз пікірін айтуға үйретеді. Келесі әдістің түрі бұл көрнекілік әдіс. Суреттер, карточкалар, ойыншықтар арқылы бала заттарды салыстырып, топтастырады. Мысалы, жемістер мен көкөністерді бөлу, түстерді ажырату, пішіндерді салыстыру. Бұл әдіс баланың қабылдауын, есте сақтауын, логикалық байланысын дамытады. Келесі әдістің түрі практикалық әрекет. Бала әрекет арқылы тез үйренеді. Мысалы, конструктор құрастыру, мозаика жинау, құм мен су мен тәжірибе жасау. Бұл жұмыстар кеңістіктік ойлауды, жоспарлау қабілетін, ұсақ моториканы дамытады. Логикалық тапсырмалар әдісі келесі әдіс. Арнайы тапсырмалар арқылы баланың ойлау қабілеті дамиды. Мысалы, реттілікті жалғастыр. Экранда көріп тұрғандай ойындардың түрі. Осы әдіске арналған ойындар. Арнайы мысалы реттілікті жалғастыру, сандық тапсырмалар, жұмбақтар шешу, ребустар. Бұл әдіс ойлау жылдамдығын, тапқырлықты, зейінді дамытады. Логиканы дамытуда мынаны ескеру қажет. Тапсырма баланың жасына сай болуы керек. Жеңілден күрделіге қарай беріледі. Баланы міндетті түрде мадақтау қажет. Ойын түрінде ұйымдастырылған тиімдірек. Баланың өз бетінше ойлануына мүмкіндік беру керек. 5-6 жастағы балалардың логикасын дамыту олардың ақыл-ой дамуының негізі. Логикалық ойындар мен арнайы әдістерді жүйелі қолдану баланың ойлауын, зейінін, есте сақтауын және танымдық қабілеттерін дамытады. Осындай жұмыстар арқылы бала мектепке жан-жақты дайын болады. Келесі зейінді дамытатын ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалар үшін зейін, есте сақтау, қабылдау және ойлауды дамытатын ойындардың маңызы өте зор. Ойын, яғни бұл баланың негізгі әрекеті. Бала ойын арқылы қоршаған ортаны таңдайды. Оны жаңа білім саласында салады, қарым-қатынас жасауды үйренеді және психикалық процестері дамиды.
Зейінді дамытатын ойындардың маңызы. Зейін, яғни баланың белгілі бір әрекетке көңілін шоғырландыра білуі. Зейіні жақсы дамыған бала тапсырманы мұқият тыңдай алады, нұсқауды дұрыс орындайды және оқу әрекетіне тез бейімделеді. Зейінді дамытатын ойындар баланың тыңдай білу қабілетін арттырады. Ойынның пайдасы. Ұқыптылыққа тәрбиелейді. Бір істі бала соңына дейін орындауға үйренеді. Сабаққа қызығушылығы артады ұйымдастырылған оқу әрекетіне. Алаңдаушылықты азайтады. Мысалы, не өзгерді, түстерді тап, қимылды қайтала, артық затты тап ойындары. Мысалы, қарап отырсаңыздар, бірінші зейін артық затты тап ойыны. Әріптестер, қарап отырсаңыздар, міне бірінші суретте картинада қарап отырыңыздар, бірінші қатарда міне әртүрлі орындықтар тұр, қараңыздар. Жасыл, түстеріне байланысты көк, қызыл, жасыл. Әрі қарай қандай түстер кетеді? Рет-ретімен мысалы бала табады. Жасыл түстен кейін қандай түс кетеді, әріптестер? Жасылдан кейін көк кетеді, әрі қарай әріптес бір-біріне салыстырып артық заттар табады. Немесе қызыл, жасыл, сары түрлі түсті доптар алып тұрсаңыздар. Зейіннің артық затты тап, зейіннің шоғырлануына байланысты. Мысалы, 3 топ, 1 топ, мысалы артық сары доп, артық затты тап. Немесе мінекей 4 жапырақ тұр. 3 жасыл жапырақ, қай жапырақ артық бізде? Балалардың зейін мысалы сары жапырақ артық. Есте сақтауға қабілеттеріне. Мысалы, төңкеріп қой. Суреттерді мысалы 20 секунд қарап алда, жапқышпен жауып қоюға болады. Немесе қандай заттар болғанын есіне түсіріп бала атап беру керек. Олай болса, мысалы, бірінші суретте, әріптестер қараңыздар, алма, қоңырау, аю, машина тұр. Осыны мысалы келесі суретке астына карточкалар арқылы салуға болады. Мысалы, балалардың бұл есте сақтау қабілетін арттыруға өте тиімді. Мысалы, зейін айырмашылығын тап. Ал құрметті әріптестер, олай болса шаршаған шығарсыздар, бір серігі алайық. Зейіннің айырмашылығын тап. Айырмашылығын тап. Екі суретті мұқият қарап алыңыздар. Әріптестер, қарап алдыңыздар ма? Осы екі суретті мұқият қарап, бір-бірімен салыстырып, 10 айырмашылықты табайық. Әріптестер, бірінші суретте қандай? Әріптестер, Үйдің шатыры, үйдің есігі, балалардың машинасы, Талдағы ұя, көбелек, велосипед, гүлдер. песочница, біреу қызыл, біреу көк, ішіндегі доп, қызыл мен көк. дұрыс айтасыз. Түстері әртүрлі, иә? Иә, түстер. Гүлдердің түстері әртүрлі. Тағы қандай байқап тұрсыздар? Ана үлкен доптың екіншіде екі түрлі. Дұрыс айтасыз. Күштің мойнындағы жібі. Үйдің шатыры, үйдің есігі. Құмда не байқап тұрсыздар? Тағы қандай не байқап тұрсыздар? 10 айырмашылық. Артық заттыр. Кімді? Гүл бар, бір топырақта гүл жоқ. Дұрыс айтасыз. Бірінші суретте, құмда яғни қызыл суретте қандай шелек? Көк шелек. Біреуінде қызыл, біреуінде көк. Тағы не байқап? Машиналар әртүрлі. Бұлт, екі бұлт бір суретте бір бұлт. Машина тосы. Бір суретте көк. Иттердің мойындағысы екі түрлі. Иттің мойнында. Көбелектердің түсі әртүрлі. Дұрыс айтасыздар. Bir суретте сары, екінші суретте күлгін түс. Дұрыс айтасыз. Тағы не байқадыңыздар? Бір суретте гүл бар, екінші суретте гүл жоқ. Дұрыс Үйдің айтасыз. жанында. Дұрыс айтасыз. Үйдің жанында жоқ. Тағы қандай айырмашылықтар бар екен? Иттің мойнындағы жіптері әртүрлі. Дұрыс айтасыз. Біреуінде қызыл, біреуінде Машиналар да әртүрлі. Машиналар түсі. Велосипедтердің түсі әртүрлі. Дұрыс айтасыз. Ағаштағы Қараңыздар, айтылды. Рахмет. Гүлдердің түсі бірдей ма? Жоқ, бірдей емес. Мінекей. Баланың машинасының түсі бөлек. Дұрыс айтасыз. Алдындағы кабиналары бөлек, өздері міне бөлек екен. Иә. Міне көрдіңіздер, есте сақтау дамытатын ойындардың маңызы, яғни есте сақтау баланың ақпаратты қабылдауы, сақтай білуі естерінде сақтағанды қайта жаңғырта білу қабілеттері. Бұл қабілет
оқу процесінде өте маңызды орын алады. Есте сақтауды дамытатын ойындардың әсері. Баланың сөздік қорын молайтады. Өлең, ертегі, ережелерді тез жаттауға көмектеседі. Логикалық байланысты есте сақтауды дамытады. Ұзақ және қысқа мерзімді есте сақтауды жетілдіреді. Жаңа өздеріңіз көргендей, мысалы, әртүрлі суреттерді ойнатуға болады, есте сақтады. Айт, суреттерді есте сақта, қай ойыншық жоқ, тізбектерді салыстыру ойыны. Келесі тағы да сіздерменен бір серігіп алайық. Телефон номерлері ойыны. Жақсылап қарап алыңыздар, есте сақтауға арналған телефон номерлері ойыны. Ал есте сақтап алыңыздар, әріптестер. 2 секунд уақыт берем. Телефон номерлі ойындары. Есте сақтадыңыздар ма? Сақтап алыңыздар. Ал, әріптестер. Сандарды атаңыздар. Бір мезгіл баланың рөлінде де ойнай білейік. Микрофондарыңыз қоссаңыздар. 4, 9, 3, 7, 1. 1, 7, 3, 4, 9, 3, 7, 1. 7, 9. Дұрыс айтасыздар. Жақсы. Өте тамаша, рахмет, әріптестер. Келесі тағы телефон номерлері ойыны есте сақтау. Қарап алыңыздар мұқият. Бірге санайық. 5, 2, 8, 4, 3. Ал айтыңыздар. Есте 5, сақтау. 2, 8, 4, 3. Дұрыс. 5, 2, 8, 4, 3. Өте жақсы, рахмет. Қабылдауды дамытатын ойындар. Міне, өздеріңіз көргендей, мінекей, есте сақтау қабілетіне міне байланысты ойындар. Міне, қарап алсаңыздар, 5 жасқа арналған. Мысалы, суреттерді мұқият қарап, есте сақтай біл. Есте сақтай біліңіз. Міне, қараңыздар, бірінші суретте алма, балапан, доп, аю, гүл. Міне, осы суреттерді, міне, астындағы карточкаларды қараңыздар, міне, 5 карточкалар тұр. Осы суреттерді балалар есте сақтап, карточкаларға бірінші қай сурет, екінші қай сурет, үшінші қай сурет, төртінші қай сурет, бесінші қай сурет, осыларды карточкаға балалар орналастыра білу керек. Сонда балалардың суреттерге мұқият қарап, есте сақтау қабілеттері артады. Келесі мінекей қараңыздар, сәбіз, машина, пирамида міне көріп тұрсыздар. Банан, мінекей ағаш. Осыларды есте сақтап, балалар қандай сурет екен арттарына жазады, жаттап алады. Балалар осы суреттерді немесе карточкаларға салмастан балалар көзін жұмып та арқылы осы суреттерді әрі қарай жалғастыра алады. Бұл балалардың есте сақтау қабілеттерін дамытуға арналған ойындар. Өте қолайлы бұл нейробикалық ойындар. Ойлау. Бұны қарап отырсаңыздар, ойлау, яғни баланың ойлау қабілеттерін арттыруға, күнделікті балалардың есте сақтау, кеңістікті бағдарлау, жаңа өзі оң жағын, сол жағын, жоғары, төмен айыра білуге көмектеседі. Ойлау логикалық ойындар, яғни балалардың есте сақтаулары, олардың жаңағы түстерді, пішіндерді, көлемді, дыбыстардың ерекшеліктерін ажырата білу процестері. Яғни олардың бала қоршаған ортаны дұрыс танып, ақпаратты танып, қабылдай алады екен. Өздеріңіз көргендей міне логикалық қатарды тап дейді. Келесі сурет қандай болады? Мұқият қарап алыңыздар. Сіздер де сергіп алыңыздар. Бірінші суретке қарап алыңыздар. Қызыл алма, сары алмұрт, жасыл алма, қызыл алма, сары алмұрт, жасыл алма. Қандай келеді? Қызыл алма. Қызыл алма. Өте дұрыс айтасыздар. Мінекей көрдіңіздер ғой. Осындай балаларға түрлі түсті логикалық қатардағы түстеріне байланысты, пішіндеріне байланысты балаларға логикалық ойлауға байланысты суреттерді беруге болады. Мен қарасаңыздар логикалық есеп. Әр жануар нені жақсы көреді мысалы? Жануар немесе оның сүйікті асын қос. Мысалы қоян Сәбіз жақсы көреді. Жақсы көреді, дұрыс айтасыздар. Аю, балды жақсы көреді. Балды жақсы көреді, дұрыс айтасыздар. Тиын жаңғақ жақсы көреді. Жаңғақты жақсы көреді. Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Енді келесі суретті қарап отырсаңыздар, артық суретті тап. Қай сурет артық? Неге деген сұрақ туады. Балаларға ойлау қабілеттеріне байланысты. Мысалы, қызанақ, қияр. 4 суреттер алдыңызда,
Баялды, сәбіз. Қайсы артық деп ойлайсыздар? Қызанақ артық. Қайсы Өйткені артық? формасы жағынан үшеу. Қызанақ. Қызанақ артық, дұрыс айтасыздар, пішінге байланысты. Мысалы, үш заттың көлемі бірдей, қарап отырсаңыздар. Пішіндері бірдей, қызанақтікі дөңгелек. Мінекей, әртүрлі бала. Немесе жемістерді бөлек қой, жидектерді бөлек қой, қайсы артық, әртүрлі суреттерді қолдануға болады. Мысалы, жолды тап, қоянға сәбіз жеуге көмектес. Жаңа әріптесім айтып өткенде, мінекей, лабиринт ойыны. Мысалы, қоян сәбізіне жету. Осындай әртүрлі балаларға ойындарды қолдануға болады. Енді келесі, балалардың жаңа қабылдауды дамытуға ойындардың маңызы. Қалай мысалы? Қабылдау, яғни ақпараттың түстерін, пішіндерін, көлемін, дыбысын, ерекшелігін айта білу процесі. Қабылдау жақсы дамыған бала қоршаған ортаны дұрыс танып, ақпаратты нақты қабылдай алады. Қабылдауды дамытатын ойындардың маңызы. Қарап отырсаңыздар. Болған жоқ қой неше күннен бері. Сіздерге Айша. Санжар. микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар, әріптестер. Міне, не өзгер? Бірінші суреттерді қарап отырсаңыздар, жақсылап қарап алыңыздар, мінекей. 5 айырмашылығын тап. Бірінші суретпен жаңағыдай екі суретті салыстырамыз. Қандай айырмашылық көріп тұрсыздар? Әріптестер. Терезеде күн бар, біреуінде күн жоқ. Дұрыс айтасыз. Гүлдердің түсі, гүлдің ыдысының түсі басқаша екен. Доптардың түсі басқаша. Қонжықтың мойнындағы жіп басқа. Дұрыс айтасыз. Картинка. Біреу гүл, біреу жол. Екі картинка. Машина екі түрлі. Іргедегі суреттің гүлдері екі түрлі. Дұрыс айтасыз. Машинаның қалай? Іргедегі біреуінде қайық бар, біреуінде қайық жоқ. Суретте анау. Аюдың мойнындағы қызыл көк түсі әртүрлі. Коробка біреу қызыл, біреу көк. Балапан жоқ біреуінде. Қабырғадағы гүл біреуінде жұлдыз. Машиналар екі түрлі. Қандай өзгешелік? Машина, кузов қызыл, біреуінде көк. Бестен де көп сияқты өзгешелік. Өзгешеліктер көп. Балаларды осы қабылдау арқылы бірнеше суреттер арқылы осындай ойындарды көп ойнатуға болады. Яғни көп түстеріне байланысты түстерді атап өтуге болады, пішіндерді ажыратуға үйретеді, кеңістікті бағдарлау қабілетін дамытады. Сезім мүшелерінің жұмысын жетілдіре бастайды екен. Байқағыштықты арттырады, өздеріңіз көріп отырғандай. Есте сақтау ойындары. Бұл баланың да, ересектің де ми белсенділігін арттырып, ақпаратты әрі қарай мүмкіндігін кеңейтетін ең тиімді интеллектуалды құрал. Бұл яғни ойындардың негізі мен мәні, пайдасы туралы қысқаша тұжырым. Зейін мен шоғырлану. Ойын барысында бала зейінін бір жерге жинауды, детальдарды, түстерді, пішіндерді, жаңа айтып өткендей, орындарды байқауды үйренеді. Бұл цифрлық замандағы шашыраңқы зейінді тұрақтандырудың ең жақсы емі. Көру және есту жадының дамуы, яғни күнделікті тұрақты жаттығулар мидағы жаңа нейрондық байланыстарды құрып, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетіне айналдырады. Кеңістікті бағдарлау және логика. Мысалы, танымал мемори жұп карточкаларды табу ойыны арқылы бала заттың тек бейнесін ғана емес, оның қай жерде тығылып тұрғанын да миында бейнелеп, кеңістікті карта сияқты елестете алады. Шыдамдылық пен ережеге бағыну. Есте сақтау ойындары баланы асықпауға, өз кезегін күтуге және қателіктерден нәтиже шығаруға баулиды. Қорытынды, есте сақтау ойындары бұл миға арналған қарапайым әрі қызықты спорт залы. Күніне небәрі 10-15 минут ойнау баланың болашақта мектеп бағдарламасын еш қиындықсыз
тез әрі жеңіл меңгеруіне берік негізін қалайды. Олай болса, құрметті әріптестер, мемори ойыны. Карточкаларды төңкеріп жайып қоюға болады. Бұл мемори ойынның ең бір өзгешелігі, қызықтысы, карточкаларды төңкеріп жайып қоюға болады. Ойыншылар кезекпен казак екі картаны ашады, бірдей суреттерді табады. Бірінші вариант жануарлар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей жануарлар. Екі сурет тұр. Бұл суреттер төңкеріліп тұрады. Барлық суреттер, карточкалар төңкеріліп тұрады. Осы мемори ойынында екі бірдей суретті табу керек. Екі картаны ашып, бірдей суреттер табу керек. Өздеріңіз қаласыз. Мысалы, екі түлкі, бала ашқан кезде жабық тұрған бала екі түлкіні тауып алады. Карточканы іздестіру арқылы жерде жайылып тұрған карточкалар қояндарды тауып алады. Екі, мысалы, кірпіні тауып алады, арыстанды тауып алады, екі бірдей пілді тауып алады, екі қонжықты тауып алады, тағы да мінекей екі маймылды тауып алады. Осы суреттер арқылы, мысалы, мемори ойында балалар жаңағыдай ми жартысарларының дамуына балаларға өте жақсы әсер етеді. Екінші вариант, мысалы, жануарлар. Екінші нұсқа бойынша, мысалы, көліктерді ауруға болады. Алдарыңызда мінекей бірнеше суреттер тұр. Көліктер түрлері. Мысалы, екі қызыл машина бірдей, карточкалар, жерде төңкеріліп тұрған карточкалардан балалар екі қолмен тауып алды. Мысалы, екі ұшақ, екі, мысалы, қайық, екі автобус деген сияқты мінекей. Осындай бірнеше ойындарды ұсынуға болады. Келесі, мысалы, жемістер. Үшінші нұсқа бойынша жемістер, мысалы. Жемістерге байланысты, мысалы, әртүрлі осындай ойындар алуға болады. Кеңістік. Жемістер, мысалы, екі алма, олардың, мысалы, жаңа біз айтып өткендей, түстерге байланысты, көлеміне байланысты, әртүрлі міне осы төңкеріліп қойғандағы суреттерді алуға болады. Мысалы, екі бірдей қызыл алма, екі жасыл алмұрт, екі шие, екі құлпынай, екі арбуз деген сияқты осы суреттер, мысалы, заттар әртүрлі болады. Суреттер арқылы көріп отырсаңыздар, ойыншықтар түрлі. Екі доп, екі сағат, мысалы, осындай әртүрлі осындай мемори ойындарын пайдалануға болады. Екі бірдей карандаш, балалар екі қолдарымен жаңағы тауып алу керек. Ойынның конструкторлары. Яғни, бір ойынға модификация, түрлендіру және жасату. Бұл есте сақтау ойыны, мемори ойыны. Қараңыздар, карточкалары төңкеріп қойып, ойыншылар кезекпен казак екі картаны ашып, бірдей суреттер тауып алады. Қарап отырсаңыздар. Немесе карточкаларға тор көз қойып, екеуін жапсырып, астына да жапсырып қоюға болады карточкаларға. Мысалы, қараңыздар, тауып беріңіздер екі бірдей суреттерді. Әртүрлі. Мемори ойынында. Әріптестер. Көрініп тұр ғой қалай. Төңкеріліп тұрған суреттерді екі қолмен тауып аласыздар, келесіні көрініп тұр ғой. Дұрыс айтасыз. Енді мысалы келесі қараңыздар. Яғни мемори ойыны жадыны дамыту, ойынын түрлендіру. Тапсырма. Сіздерге тапсырма, мұқият тыңдап алыңыздар. Сіздер осы ойынды қиындатып, немесе басқаша өзгеріп көріңіздер. Оның мысалы үш негізгі элементі. Компоненттер, карточкалар, ережелер қалай ойнайды. Жеңіс шарты болу керек. Мақсаты. Педагогтардың креативті ойлауын, логикасын, сыни көзқарасын дамыту. Төмендегі сұрақтар арқылы ойынды өзгертіп көріңіздер. Бірінші, ойынды қалай күрделірек немесе қызықтырақ етуге болады. Екінші, ойынға қандай жаңа ереже қосуға болады. Ойынның тақырыбын қалай өзгертеміз. Қорытынды, әр педагогтың өздері жасаған ойындарын тыңдау немесе көру, бір-біріне ойынның түсінігі мен қызығушылықтарына байланысты бағалай білу. Рефлексия, қатысушылар ойынды өзгерту барысында қандай қиындықтар болғанын айтасыздар. Жаңа ережелер қалай әсер еткен талқылайсыздар. Жақсы. Қалай өзгертесіздер? Енді осы мемори ойын жаңағындай сіздер қалай түрлендіре алар едіңіздер, өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Жаңағы міне үш не бойынша міне. Ойынды қалай бұдан басқа күрделірек немесе қызықтырақ етуге болады осы ойынды. Екінші, бұған қандай жаңа ереже қосу аласыздар.
Үшінші, бұл ойынның тақырыбын да өзгертуге болады. Мысалы, Логика қосыңыздар, құрметті әріптестер. Логикаларыңызды қосыңыздар. белсендірек болайық. Белсендірек болайық, әріптестер. Жаңа айтып өткендей. Дыбыстарыңызды қосыңыздар, сөздеріңізді. Әріптестер, белсендірек болайық. Қалай өзгертуге болады? Мысалы үшін, балалардың жас ерекшелігіне байланысты карточкалар санын азайтып, көбейтуге болады, иә? Геометриялық пішіндер можно. Дұрыс айтасыз. Геометриялық пішінде дұрыс айтасыз. Түстерге байланысты болады. Иә, түстерге. бола алады сандарды. Мектеп алды. Көліктер болады. Әуеде, суда, жерде Мгм. жүретін көліктер деп өзгертуге болады. Дұрыс айтасыз. Темір жолмен жүреді деп балалар. Дұрыс айтасыз. Ауыр көлік, жеңіл көлік түрлері әртүрлі болады. Иә. Осындай ойындарды кезекпен кезек өзгертуге болады екен бұл мемория ойын. Тағы да әріптестер, Тағы ұсыныстарыңыз бар ма? ұсыныстарыңыз бар ма? Қандай ойларыңыз, пікірлеріңіз? Киімдер болады. Дұрыс айтасыз. Қыста Киімдер болады. киетін, жазда киетін, күзде. Дұрыс айтасыз. Жылдың 4 мезгіліне байланысты. Иә, байланысты киімдермен можно. Өте дұрыс айтасыз. Уақытқа істеуге болады, уақытқа. Жоғары топтарда болса. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтасыз. Уақытқа істеуге болады. Сосын түстермен істеуге болады. Дұрыс айтасыз. Кеңістікпен істеуге болады, иә? Оң жақ, сол жақ, жоғары, төмен. Ана тірі өлі табиғатпен істеуге болады. Көбісі. Өте дұрыс Пайдалы айтасыз. зиян заттармен. Дұрыс айтасыздар. Олай болса, Рахмет, әріптестер, жақсы. сіздерге рахмет, өте белсенді қатыстыңыздар. Логикалық жұптар. Екі бірдей сурет емес, бірін-бірі толықтыратын логикалық жұптарды табу. Мысалы, жануар, қарап отырсыңыз, жануар және оның мекені. Аю, аюдың Апаны. апаны, дұрыс айтасыздар. Сұраққа жауап. Тарихи тұлғалар, қарап отырсаңыздар. Оның еңбегі, мақалдың басы, мақалдың соңы. Енді құрметті әріптестер, үштік мемория ойнауға болады. Ойынды күрделендіру үшін екі карточка емес, бір-біріне байланысты үш карточка қатарынан табу керек. Мысалы, мемлекеттік ту, астанасы, Елтаңба. бейнесі. Көрдіңіз бе, бұл балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты. Қозғалмалы мемория. Карточканы ашқан кезде орындалатын шарттар қосу. Мысалы, егер ракета немесе құйын карточкасын алып қарсақ, барлық тұрғыда араласып, орын ауыстыра беру керек. Басқа да логикалық ойындарды түрлендіру. Мысалы, крестики, нолики. Ойынын түрлендіре беру керек. Мысалы, сұрақ-жауап, крестик 0, тор көздің ішіне крестик немесе 0 қою үшін алдымен тор көзде жасырылған логикалық сұраққа немесе есепке жауап беру керек. Содан кейін ғана ойынды жалғастыру керек. Домино ойын түрлендіру. Тілдік немесе математикалық домино. Сандардың орнына бір жағына мысалы сандар қойып ойнатуға болады екен. Ойыншылар тізбектің, есептің жауабын тауып отырады. Сондай, мысалы, мемория ойын қолдануға болады. Мысалы, жаңа өздеріңіз көріп өткендей ойынның түрлері. Заттардың орнын есте сақтап көрдіңіздер, мысалы. Әртүрлі жаңада біз айтып өткен, мысалы, көлемін, түстерді міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бірінші сурет пен екінші сурет. Енді заттарды орнына қойып шық, мысалы, балаға әртүрлі логикалық ойын, есте сақтау, қиял, зейіндерін дамытуға балаларға бірнеше ойындар қоюға болады екен. Бірнеше ойындар ойнатуға болады, өздеріңіз көріп отырғандай мінекей. Көлеңкесіне бірінші ойынымыз қойып шығады балалар. Келесі сурет, мінекей өздеріңіз мұқият, заттарды орнын есте сақта, заттарының орнын есте сақта. Немесе заттарды өз орнына қойып шығу керек, жаңағыдай. Осындай суреттерді баланың ойлау қабілетіне, зейініне, есте сақтау қабілеттеріне қоюға болады. Мысалы, қай заттар жаңа тап дегенде өздеріңіз атап өткенде міне көрдіңіздер ғой. Қай көкөніс жоқ екен тап, немесе бос орынға сәйкес көкөністі тап, мінекей. Бірнеше осындай ойлан да,
қай көкөніс жоқ екенін тауып, бірнеше осындай логикалық есте сақтау зейіннің тұрақтылығына байланысты ойындар ойнатуға болады. Қай зат жоқ мысалмен қарап отырсаңыздар. Ойланда қай жеміс жоқ екенін тап, балалар ойлана отырып, есте сақтау қабілеттері, көру қабілеттері, қабылдау, ойлау қабілеттері арта түседі. Келесі, баланың танымдық дамуы. Ойын арқылы когнитивтік дағдыларды дамыту, қарапайым, сезімдік қабылдаудан күрделі шығармашылық ойлауға дейін сатылы түрде жүзеге асады. Бірінші, сенсорлық қабылдау, яғни тәжірибе арқылы сезіну, зейін және сақтау, назар аудару мен есте сақтау. Логикалық талдау. Логикалық талдау себеп салдарын түсіне білу. Балалардың шығармашылық қиялдары, яғни ойлау мен шығармашылық. Әрбір кезең алдыңғы деңгейдің негізінде дамып, баланы мектептегі оқу іс-әрекетіне толықтай дайындайды. Сандық оқыту құралдары мен геймификация, яғни танымдық белсенділік. Цифрлық ойындармен балалардың оқуға деген қызығушылығын арттырады. Шығармашылық әлеует, яғни жаңа идея ұсыну, шығармашылық тапсырмаларды орындау дағдылары дамиды. Оқу мотивациясы. Геймификация балалардың ынтасын тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік береді. Геймификация, яғни бұл ойынға мүлдем қатысы жоқ салаларда ойын элементтері мен механикасын қолдану әдісі. Яғни күрделі, жалықтыратын немесе күнделікті қайталанатын істерді қызықты ойынға айналдыру. Басты мақсаты баланың ынтасын және белсенділігін арттыру. Геймификацияның негізгі міндеттері: ұпайлар сәтті орындалған әр тапсырма үшін беріледі. Белгілер мен марапаттар белгілі бір жетістікке жеткенде берілетін виртуалды медальдар. Ең жылдам бала, күннің кейіпкері, тағы басқа. Рейтингтер, яғни кімнің алда келе жатқанын көрсететін жарыс тақтасы. Бұл бәсекелестіктің рухты оятады. Деңгейлер, тапсырмалардың қарапайымнан күрделіге қарай сатылап өсуі. Ойынның бірінші деңгейі, ойынның екінші деңгейі сияқты. Сандық технологиялар заманында 5-6 жасар баланың миын демалдырудың және логикасын дамытудың ең үздік құралы қолмен ұстай ойнайтын дәстүрлі ойыншықтар, конструктор, пазл, таза ауадағы қозғалыс және ата-анамен бірге өткізген сапалы уақыттар. Ұсыныстар. Когнитивті ойындарды білім беру жүйесіне кіріктірудің тиімді жолдары. Бірінші, жүйелілік, яғни ойындарды күнделікті оқу іс-әрекетіне және сергіту сәттеріне 10-15 минуттан өткізу, яғни енгізу. Қарапайымнан күрделіге қарай. Тапсырмаларды баланың жас ерекшелігіне сай біртіндеп күрделендіру. Эмоционалды қолдау. Баланың жетістіктерін атап өтіп, сенімділік ұялату. Жүйелі түрде ұйымдастырылған ойын баланың болашақ интеллектуалдық дамуының кепілі. Тәжірибеде сәтті қолданыңыздар.
Ойын арқылы даму, болашаққа жол. Когнитивті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағатты әдістемелік құрал. Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуын қамтитын маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Баланың ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау сияқты когнитивті қабілеттерін мақсатты түрде дамыту. Оның интеллектуалды әлеуетінің негізін қалайды. Бұл әдістемелік құралда ұсынылған ойындар дәл осы бағытта тиімді жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Құралда көрсетілген әдіс тәсілдер мен ойын түрлері педагог-психологтардың күнделікті жұмысында қолданыс тауып, балалардың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттырады. Бұл олардың мектепке даярлығын нығайтып, қоғамға бейімделген, адамгершілігі мол тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Балалардың когнитивті дамуы мектепке дейінгі кезеңде психикалық дамудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Когнитивті процестерге зейін, есте сақтау, қабылдау, ойлау және қиял, креативтілік кіреді. Бұл процестердің дамуы, яғни баланың болашақ оқу қабілеттеріне, әлеуметтік қарым-қатынастарына және жеке тұлға ретінде қалыптасуына тікелей әсер етеді. Практикалық бөлімде ұсынылған ойындар әрбір когнитивті дағдылар бойынша арнайы таңдалып, балалардың жас ерекшелігіне және даму деңгейіне сәйкес құрылды. Балалар әріп оқымайтын және тек 1-10 санына аралығына дейін санауға қабілетті екенін ескердік. Бұл ойындар зейін дамытатын ойындар балалардың назарын белгілі бір объектіге бағыттауға және сақтауға көмектеседі. Есте сақтау ойындары ақпаратты қабылдап, оны қайта қалпына келтіру қабілетін жетілдіреді. Қабылдау процесін дамытатын ойындар көрнекі дыбыстық және қозғалыстық ақпаратты дұрыс қабылдауға үйретеді. Ойлау мен логиканы дамытатын ойындар салыстыру, сәйкестендіру, сандық және реттілік қабілеттерін жетілдіреді. Қиял мен креативті ойлауды дамытатын ойындар балалардың шығармашылық қабілеттерін, қиялын кеңейтеді. Жаңа идеялар мен шешімдер ойлап табуға мүмкіндігін береді. Ұсынылған ойындар Адал азамат бағдарламасының мазмұнын нақты әрекет арқылы, негізгі құндылықтарын өмірлік жағдаяттар арқылы меңгереді. Мектепке дейінгі жаста тұлғалық негіз қалайды. Ойындардың әрқайсысы толық нұсқаулықпен, құралда тізіммен және нақты ойын барысымен берілген. Бұл әдістемелік құрал педагогтарға сабақтарды жоспарлауға, әрбір баланың когнитивті дамуына мүмкіндігін береді. Ойын арқылы ұйымдастырылған тапсырмалар балалардың қызығушылығын арттырып, оқу әрекетіне деген жағымды мотивация қалыптастырады. Сонымен қатар балалардың өз бетінше ойлауына, салыстыру, талдау, қорытынды жасау дағдыларының дамуына мүмкіндік береді. Әрбір ойын баланың жас ерекшелігіне сай таңдалып, олардың психологиялық және танымдық дамуын қолдауға ықпал етеді. Әдістемелік құрал педагогтар мен ата-аналарға балалармен жүйелі және нәтижелі жұмыс жүргізуге көмектеседі. Ойындарды күнделікті оқу қызметінде, түзету дамыту жұмыстарында және еркін әрекет барысында қолдануға болады. Ойын арқылы даму болашаққа жол, интеллектуалдық әлеует. Когнитивті дағдыларды ойындар арқылы дамыту баланың ақыл-ой мүмкіндіктерін ашудың ең тиімді жолы. Шығармашылық тұлға. Ойын, шығармашылық пен сыни ойлауды ынталандыратын табиғи орта. Болашаққа дайындық. Ойын, білім берудің қуатты құралы. Ол балаларды өмірдің
қиындықтарына дайындайды. Когнитивтік дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар жинағы әдістемелік құралы, дайын рецепттер жиынтығы емес. Бұл баланың танымдық әлеуетін ашуға арналған құрал. Ойын арқылы біз баланы оқуға мәжбүрлемейміз. Оның оқуға деген ішкі қажеттілігін оятамыз. Қорыта айтқанда, когнитивті дағдыларды дамытуға арналған ойындар баланың интеллектуалдық әлеуетін арттырып қана қойман, оның мектепке деген әлеуметтік бейімделуін және тұлғалық дамуын қамтамасыз етеді. Сондықтан мұндай ойындарды жүзеге асыра отырып, жүйелі түрде қолдану мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Осындай әріптестер, осы когнитивтік дағдыларды дамытуға бағытталған ойындарды 5-6 жастағы балаларға күнделікті қолдануға болады. Бұл баланың яғни есте сақтау, ойлау, қабылдау қабілеттерін арттырады. Жаңағы өздеріңіз ойын барысында атап өткендей, жаңағы ми жартышарларының өзара байланыстарының бір-біріне деген әсерлері, қозғалыстар, жаңағы қиылыстық қозғалыстар, екі қолды қатар қолдану арқылы орындалатын нейробикалық ойындар. Оң және сол ми жартышарларының үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл яғни ақпаратты өңдеу жылдамдығын арттырады, сөйлеу мен қимыл координациясын жақсартады және оқу әрекетіне психологиялық дайындықты күшейтеді. Құрметті әріптестер, кері байланыс. Өздеріңіз көріп отырғандай жаңағыдай ойын процестерін баланың жаңағы күнделікті жаңағы гаджеттерден көрі осы ойындар арқылы баланы әрі қарай дайындайды. Баланың мектепке деген дайындықтары артады, қорқыныш сезімдері төмендейді. Әріптестер, біздің ұсынып отырған әдістемелік құралымыз сіздерге қалай? Ұнап жатыр ма? Өте жақсы, ұнады, рахмет. Кері байланыс. Түртіп алып қолданамыз. Өте жақсы. Ойларыңыз, пікірлеріңіз, кері байланыс. Өз ойларыңыз, құрметті әріптестер. Звуктарыңызды қосып қойсаңыздар. Кері байланысқа шығыңыздар, әріптестер. Өздеріңіз көріп отырғандай. Коллеги, поактивнее, пожалуйста. Вот до сих пор, как они сидели без камеры, посмотрите, какая работа, әріптестер. Особенно для воспитателей, педагогов, психологов. Обратную связь дайте свои пожелания. Если рекомендация, вопросы, айтындар. Сұрақтар бар ма? Маржан Төлеубековна, Маржан Кульшакеновна, рахмет сіздерге за такую работу, за такую трансляцию. И продолжайте в таком же духе. Если сұрақтар жоқ, значит мы заканчиваем трансляцию. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн баршаңызға. Рахмет сіздерге, өте пайдалы зум өтті. Мен өзіме көп нәрсені түйдім, өзіме жаңағы ойындардан да скриншот жасап алып жатырмын. Әлде сабақта қолданамын осыны. Жұмыста жасап жатырмыз. Менде мынандай сұрақ болып тұр, сәби даму платформасы жөнінде. Осы платформаға қалайынан тіркелсек болады, және де логин парольді қалай алсақ болады? Бұл сұрақ не по теме, здесь трансляция идет, работает. Сәби даму, қазір мен чатқа жазам телефонды. Телефон бар ма сізде, менеджер? Менде
телефон бар, бірақ та ол телефонға бір апта болды, не могу никак дозвониться, не могу никак написать. Написала я, и ответа нету. Сіз маған жазыңызшы сообщение, мен лақтырамын оған. Жақсы, аха. Рахмет үлкен. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, керемет болды. Көп рахмет.